Ассаляму алейкум, азиз телесерджилер, сіз Миле телеканалында хаберлер информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда мен Лилевиджат Челышам бешімдікі саатқа бөле малюмат. Хабар олувда хабатланған Қырымның сабық вице-премьер назыры Олег Казурин 2 айға апске алынды. Топрақ меселесі yollar тамиры вияны объектлерінің құрылмасы милетлер ара мунасибетлер буынжа комитетінің топлашуында музакире еттілер. Мы планируем, что где-то порядка 5000 земельных участков мы выделим в этом году. Вот буквально уже в ближайшие, где-то я так ориентировочно думаю, месяц, мы выделим еще дополнительно порядка 700 участков. Ақмешжетнің айланма yolunda ер ешілгені себебінден 6 инсан елак олғанында қабатланғанлар амнистия етілділер. Қырым татар тілінің инкишафы ве кележегі насыл? Бұл суалерні бізі мұхберлеріміз огренмеге тырышты. Махкеме Қырымның сабық вице-премьер назыры Олег Казуринге қарар чықарды. Мемур 27 миллион рублелік хабар олувда қабатлана. Бұл параға о тақиқат айтқанына көре, бір құруджи шырткетке Қырымда мескен құруджылыққа девлет контрактны тізмеге ярдым етмеге ваде еткен еді. Қырым елбашчысы Сергей Аксенов білдірді ке, ал азырда эпысы мемурларының іші темелде тешкірілі. Белый дом идаресінің матбуат кәтібі Шон Спайсер білдіреке Америка Қошма Штатларының президенті Дональд Трамп Қырым Украинаға қайтарылуына көзде тұта. Емде матбуат кәтібі айтқанына көре, Америкалы президент бұндан евелке мұмыретке бақанда Русия еле әйі мұнасибет құрмаға ниет ете. Русия Федерациясының Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек Шон Спайсерның білдіруіні тефсір етері қайт еттікі, Қырым қайтарылжығына не Белый домда, не Авропарламентте ата Украинада ешбір кімсе ишанмай, не сесчілер, не де жемат. Мұндан ғайры мебус қайт етті ке Русия акиметі үшін жематчылық ярмаданы танғаны дегілде Қырымда яшағанларының тыншылығы ве аман әнселігі мұйымдыр. Есінгеде мұддафа ве қапсызлық бойынша Федерация Шурасы комитетінің елбашчысы Леонид Калашников Шон Спайсерның білдіруіні Трамп еміш Русия тарафыны алғаны себебінден сақыштырылған или бағлай. Бүгін Назірлер Шурасында экстремизмге қаршы мерасимлеріні музакире еттілер. Евел айтылғаны кібі Қырым милетлер ара барышықлықның территориясыдыр. Мұнда Русия милетінің бірлігі бойынша программа çalışмақта, топлашуда Девлет ве муниципаль акиметінің векиллері чықышта бұлындылар. Семинар топлашувның ысас мақсадлары бұ дин ара мұнасибетлер еліштүрлеві саасында ой сөздеріне идаре еткен ерлі органлар елі амелге күчірлевінде семерлікні юкселтөвге доғыртылған қошма чәрелер МДБ юнеліштерінде фалет тешкел етілевдір. Топлашув кеташыдына ысас меселеріні вейрішмерлеріні музакире еттілер. Девлет милетерара комитетінің рейсі Заур Смирнов қадетті ке, енасасы бұ милетерара ве дин ара мұабетлікні темин етмек. Соравлар көстерелер ки Қырым Жұмхуриеті территориясында стабиль тахмин етілген муит көзетіле. Мы систематически проводим опросы общественного мнения по республике. Также их проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения, другие различные структуры. И мы можем сказать, что наша общая работа, общее взаимодействие сегодня достигнуто. В Крыму есть понимание между людьми разных конфессий, разных вероисповеданий. И самая большая задача сегодня – не допустить влияния на эти процессы извне и сохранить и приумножить то наследие, то богатство конфессиональное, которое сегодня есть в республике. И соответственно, конечно же, программа по противодействию идеологии экстремизма в первую очередь направлена именно на эти цели. Топлашавдың иштиракчылары хайдетелер ки Қырымда этник конфессиялар вазиетini девассыз деп саймақ мүмкін. Бұл есе этник конфессия ара зидеттер олмасынен таздықлана. Мели медини ве дини тешкілядлар Қырымнен бағлы ішкі ве тырш ысас суалер бойынша Қырым Жұмхуриет акимиетнен ішбірлік алып барыла. Жемиет бірлігі чеші түрлі вечок мерасимлеріні кечірулевінен таздықлана. Қырым муфтисыны Муавина Айдар Исмаилов өз чықышында хайдетті ки Қырымда асырлар дивамында олған аненеви дини институтлар конфессиялар барашық ве эйеве комшулықтың темелі ола. Исторический опыт мирного взаимоотношения здесь, в Крыму, мы можем на 100 лет, на 200 лет, на 300, на 500 лет назад мы можем уйти, и мы видим, что в Крыму на
межконфессиональной, межнациональной почве конфликтов не было. Все мирно сосуществовали. Поэтому поддержка, я хочу сказать, что на местах центральной власти и на местах тоже традиционных конфессий и прислушиваться к мнению традиционных институтов духовных, это очень важно и поможет нам правильно взаимодействовать в борьбе с экстремистской идеологией. Хайретме кереке бөлек кеби топлашулар Русия халкларының этник мединиетini инкишаф етіру ве бірлікні пекету бойынша девлет программанын экстремизмге қаршы әрекеттер ве профилактика ақында бөлігінде қайдетіле. Асан Абибулаев, Дмитрий Низовой, Мелет телеканалы. Украина энергетика сасында февкуляде вазиет көрсетті. Бұ чәрелер Донбастан көмір кетірілуі тоқтатылғаны, яны боле қамачав өле бағлы. Енді Украина акимиеті шымдықы антрацит етішмемезлігі шаретінде ималат ве электроэнергия етіштілуі жеряны өзлері идареті жеклер. Украинаның премьер-назыры Владимир Гройсман айтқанына көре керек олса электрика теслим етілуінде акимиет графиклер көрсетен біле жеклер. Қырым Жұмхурия Девлет Шурасында Миллетлер ара комитетінің невбеттікі топлашуы олып кечті. Иштиракчилер кечкен сене девамында бежерген ишлерінің нетижелеріні ве 2017 сенеге планлар музыкере еттілер. Топлашувда бізім телевизион тақымымыз да болынды. Қырым Девлет Миллетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов 2016 сененің нечежелеріні білдіріп, комитет өгінде алазырда тұрған еңісіз вазифесіні сәслендірді. Бұл сененің сонына же электрон реестрінде болынған әрбір гражданға ердамартасы берілмек керек. В этом году есть поручение главы республики закончить совместно с муниципальными образованиями всю процедуру и реализовать все те заявления, которые у нас есть в реестре, и тех льготников, которые находятся на местах муниципальных образований. Таким образом, мы планируем, что где-то порядка 5000 земельных участков мы выделим в этом году. Вот буквально уже в ближайшие, где-то я так ориентировочно думаю, месяц, мы выделим еще дополнительно порядка 700 участков. И дальше будем работать с муниципальными образованиями. Bundan gayrı belli oldu ki bugünkü kunde endi ana yurt объекты boyunca епісі лейха işleri yekünlendi. Söz 3 kilometrik yolunun kurucılığı hakkında yürsetili. И мы будем готовы приступить здесь совместно к работам, и службы капстроительства нас в этой части поддерживают, поэтому есть надежда, что в этом году также этот долгожданный объект соединит два крупных массива и обеспечит разгрузку городского цикла. Тюневан есе Қырым Жұмхуриет Назерлер Шурасында топрақ комиссиясының топлашуында белли олды ки, бүгінгі күнде енді Таврида трассасының лейхасы тізілді. О ұғынлашу процедураларыны кечті. Амма бұл трасса құрылывында Қорчалав зона массивге раст келді. Бұл массивде Ахмеджет ве Ахмеджет районының имтиязлы сәкенлеріне ве 2014 сенеге дамарталарыны сечкен гражданларға ер айрылмақ керек еді. Девлет Миллетлер ара комитеті мулкиет ве топрақ мұнасибетлер назерлігі, Девлет Шура мулкиет ве топрақ мұнасибетлер комитетінен бірлікте бұл меселені чизмек үшін чарелер тапты. Для того, чтобы граждане, те, которые попали в эту полосу, скажем так, отчуждения, не беспокоились абсолютно, значит, приняты все меры, то есть уже определен земельный участок, площадь которого позволяет на территории этого же массива 593 га определен земельный участок площадью 64 гектара, который позволяет в полном объеме закрыть проблему тех граждан, которые ранее получили выписки из распоряжений Совета Министров. Их будет порядка, более чем 500 граждан. И все граждане, которые ранее получили в 2016 году выписки из распоряжений, получат точно такие же выписки. В принципе, даже не будут изменена нумерация участков. Мы пришли к такому общему соглашению. Әмді белі олды ки бұл сене майыс айының сонында кезлемнің Қырым татар топлу яшаған Исмаил Бей ве Спутник қасабаларында ел құрылып башланacak. В мае месяце там уже начнутся строительство дорог. Это более 5 километров дорог. И наши люди, крымские татары, проживающие на этом участке, люди компактным проживанием, будут ходить нормально
по цивилизованным заасфальтированным дорогам. Заур Смирнов берген малюматқа көре 2017 сенесі федераль мақсади программа черчевесінде 38 мескен иштимаи ве коммуналь объектлер құрылacak. Әмде реабилитерленген гражданлар үшін 100 миллион рублей евлер алынмасына айырыла. 19 миллион рублей есе евлер құрылжылығына екінлемек үшін бір керелік мәдди ярдым оларақ пайдаштырылacak. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, Энвер Аблезис, Миллет үшін. Ақмешжетінің айланма yolunda ер ешілгені себебінден 6 инсан елак олғанында қабатланғанлар амнистия етілділер. Бұл ақта Қырым Жұмхуриет Тақиқат комитетінің башы Михаил Назаров хабер етті. О қайт етті ке амнистия бұл инсанларының қабаты танылмады демегдегіл. Хатырлатамыз, 2014 сенесі сентябрінің 28-де Ақмешжет Дубки араба yolunda ер ешілді. 9 метрлік чуқырға yol бойы кеткен машина тұшып кетті. Нетижеде 6 инсан 2 бала елак олдылар, да 2 бала ағыр яраланды. 2015 сене ноябрде Қырым Жұмхуриеті бойынша Русия Федерация Тақиқат комитеті Бақчысарай yol құруджи дәресінің мүдері баш муандесі ве бұл yol парчасының ұстасы қабатлап ішіні махкемеге теслим етті. Амнистия Русия Федерациясының Девлет Думасы тарафындан ғалибенің 70 yılығына илян етілді. Бұл весиқаның илян етілмесінден евел япылған жинайы ишлер афу етілуге ұғырайжақлар. Қырым татар тілінде тасыл берген кезлевнің 18 санлы мектебінде бүгін төгерек маса кетешатында Қырым татар тілінің инкишафы векележегі музакере етілді. Мерасимде ұжалар, тәлебелер кезлев шер мемориятның векелері, Қырымның етекчі али оқу юртларының ұжалары, ветасыл назарлығының векелері іштирак еттілер. Тәфсилатлы және вбетті келев хамызда. Топланғанлар бір фикерге келділер тілінің инкишафы ве сақланылуы доғрудан-доғру айледет берілген тербиенен бағлы. Доцент филология елімлер намзетті Қырым Федераль университетінің Қырым татар филология кафедрасының мүдірі Эдия Меметованың фікіріне көре, тіл инкишаф етілмесіне мұйым ерні Қырым татар урфадетлері ве фразеологияла. Халқының менталитетіні, халқының истегіні, бүтін халыққа айт олған мәселелеріні акс еттірген тілінің бөлігі ол фразеология. Çünkü o doğrudan doğru halk ağız yaratıcılığına bağlıdır. Eğer eskiden kalma türkülerini bizler icra edecek olsak, bunda mutlaka til hususiyetlerine emniyet vermek gerekmez. Bu şıma şivesinde, bu yalı boy şivesinde ve ilahri degen laflar olmamak gerek. Çünkü bizim bütün şivelerimiz özcesine öyle ayrı bir yerge layıklar ve bizler onlarga hepsine ayrıca binlerce dikkat ayırmak gerekmez. Тіліне огренмек ве огретмек иле сық бағлы инсанлар Қырым татар тілінің инкишаф yolunu неде көрелер. Кезлев жайрының Қырым татар тілінде тәсил берген 18 санлы умумтасил мектебінің мүдірі Назима Шуровның фікіріне көре, тілінің келечегі яш несілінің қолында. Біздің юреклерімізге сығылған генетик берілген темел бар. Көп ана бабалар оны аңламайды. Біз қайсы девлетке барып 3 ай konuşsak, o tilini serbest öğrenemiz. Şunun için ana babalar, yaşlarımız bunu anlamağı gerek ki bu ana tilimizini bir vakit joymaslığımız gerek. Қырым татарлар топлу yaşagan İsmailbey kasabasında yerleşken 18. sanlı mektep 2002 sene açıldı. Шымдымында 365 talebe tahsil ala. Talebeler айтқанына көре, hocalar başka fenlerini de Қырым татар tilinde geçirmege tırışalар. Bu mektepte tamam Қырым татар тіліні балаларға темел білсінлер деп hocalar, bizim istidatlı hocalarımız pek yaxşı etip dersler verirler ve balalar tırışalар, ana tilde laf etmege onların da istekleri var. Gelecekte men kısmet olsa Қырым татар тілі ve edebiyat hoca olmak isteyim ve yine de öz мектебімде çalışmağa kısmet etse pek istegim var. Bizim 18. mektebimizde Қырым татар тілі derslері pek meraklı geçti. Bizim hocamız Gülnar Abkayır'ına bizden pek bizge pek yaxşı Қырым татар тілini öğretti. Çok şeyler yazamız, çok okuyumuz ve şunun için Қырым татар тілini endi pek temelli bilemiz. Biz Қырым татар тілini saklamak gerekmiz ve şunun için biz evde de Қырым татар тілinde laf etemiz. İngiliz tilinden terin tahsil bergen Кезлевнің 8. sanlı gimnaziyada da
ана тиллер боюнча дерслер берели. Амма эсас дерслерден sonra. У нас проходит... Бізде дерстен тыш төгереклерді қырым татар, эрмен ве украин тіллері огренілі. Украин тілі 6 саат автода, қырым татар тілі 7 саат, эрмен тілі есе 2 саат. Олар ана-бабаның истекінен бағылы. Bu sene saatlarının sayısı ziyade. Bu yıl 3 grupa çalışa, kuvandırgan şey bu ballar tek Kırım Tatar balları değil de karışık korantalardan da var. Birden Kazan Tatar balası var, birden Rus balası var. Elbette her şey ailenin bağlı. Ana babaları, balanın ana babası eğer balam tilini bilsin deyip tırışsalar, bu bala tilini bilir. Çünkü ana tili bu ana tili, anadan başlangan til. Кислевші мемориетінің баш муавини Эльмар Мамбетовса, яки Кырым татарлар тек лақырды тіліні дегілді ресми тіліні де огренмек кереклер. Придет время, когда... Келечекте біз весихларны Кырым татар тілінде язачамыз. Тілінің огремек үшін чоқча мектеплерні ве бала бақчаларны құрмақ керек. Бұл иш федераль мақсади программа бойынша планлаштырылған. Bundan da gayrı toplanğanlar qaydettdiler ki, konferensiyalar tilinin inkişafına buyu kisse hoşa. İşte böyle Mart 23 günü Kırım Federal Üniversitetinde filologiya tünevin bugün yarın mevzuda Umumrusiya konferensiya olup geçecek. Fevralının 21'inde Halkara Ana Tili Günü çerçevesinde Ahmetjet'nin Alime Abdınanova adını taşıgan 44. mektebinde Til Halkının Canı serlevalı konkurs olup geçecek. Aynı bugün Millet telekanalımızda da canlı yayın devamında Tuğhan Til adlı telemarafon geçecek. Onun çerçevesinde ezberden Kırım Tatar tilinde şiir okuğanlar ve Tuğhan tilinde en güzel inşa yazganlar arasında galiplerinin adları ilan edilecek. Sefiye Şukurova, Ömer Mustafaev, Millet için. Ақмешжет районының Мамут Султан көйінде ерлешкен Василек адлы бала бақчада «Моя малая родина, менің кічік ватаным» серлевалы семинар практикум өткерілді. Тедбір кете шатында ақында мұхберіміз Мавиле Юб тариф ете. Ахмеджет район тербиечилері өз тәжірибелерінен пайлашмақ мақсады ile Василек атлы бала бақшасында топландылар. Бұл тедбірінің esas мақсады яш несілге ватан sevgisini ашыламақ ve тербиечилерінің тәжірибесini арттыртмақ, дей тешкілатчылар. Бүгін балалар бақшамызда мұйым тедбір кечірілді. Семинар практикум менің ватаным Қырым. Мұнда район тербиечилері топланып, мерақлы ве файдалы темашаларны көстерділер. Мен белесем бөле тедбірлер біздің бақшамызда да чоқ еллар кечірілер. Билингвал, яғни екі тілде Қырым, татар ве рус тілдерінде алып барылған группалардың тербиечилері балалармен бераберлікте чешет ватан первер рухында саналаштырмаларны нумайыш еттілер. Мазынға көйінде ерлешкен Солнышко адлы мектептен Эвел Мусисенің қадемлері атты аны бабалар Қырым татар арзы қыз эфсанесі бойынша саналаштырманы тақдым еттілер. Вообще в детском саду... Біздің бала бақчамызда сық темашалар ве саналаштырмалар қойыла. Бізді емхадимлер, емде ана бабалар іштирак етелер. Башта біз масаларына сонра есе эфсанелеріні нумайыш едеміз. Бұл пек мирақлы балалар үшін деп саямыз. 20 ел девамында Шерфия Акимова тербиечи оларақ çalışа. Onun айтқанына көре, кемерде балалармен çalışmak қиын olsa да, бұл мирақлы іш. Бүгін о милли группаның кенжелерінен огретеже ойын шекелінде нөміневи мешғулетлеріні көстерділер. Бойлы кебе мешғулетлер дерсіні менімсемеге ве балалардың дүния бақышыны деніштермеге ярдым етті, де Шерфия ханым. Бұл бір семинарлар біздің балаларымызға ве бізге çok пайда берем. Biz o çok şeyge öğrenemiz. Tatar tilde çok laf etemiz. Ona pek hareket etemiz. Balaçıklar o tarafından da heyecanlanalar, hazırlanıyorlar. Özümüz vatanımız için gönül koteremiz. Ballarga da özümüz gedi. Тедбірде Ахмеджет район мемориятны рейс муавины Руслан Якубов да bulundu. Onun bildirgenine göre rayonun 5 mektepten Evel Müessesesinde 7 bilingual gruppa açıldı. Kaydetmeli ki iki tilde olgan gruppalar tek Ahmedjet rayonunda var. Gelecekte biz bu işini elbette devam edeceğiz. Biz bek çok dikkatle bakamız ve her bir gruppada hayda açıldı balabakçalar. Evet administrasiya taraftan yardım edildi. Gerekçelerini alıp verdik. Ve şimdi bugün biz eşittik bazı zorluklar, bu metodический материалlardan bazı zorluk ve iş alıp barmak gerek ve gelecekte ben birleşsem bizim kalgan
Кырымын көшелерінде чалышкан балабакчалар кошулмак керек бу ишке. Кечкен Сене Ахмеджит районында 2 модуль балабакчасы açıldı. Bu Сарабус ve Денисовка көйлерінде. Bu senede böyle bala muasseselerinin açılığı Кунтувган, Шумхай ve Молодежная көйлерінде beklenili. Мавилей Юпаким Бекиров, Millet üçün. Жанку сәкенлері үшін қуанчлы хабер. Әндіден башлап Ватан Седасы радиосыны бұл районда да ешітмек мүмкін. Жанкойде біз 98 далғасында яйынлаймыз. Хатырлатамыз ки, Ватан Седасы радиосы февраль 6 күні çalışmaға башлады. О Қырым татар тілі ве медениетінің сақланмасы доғыру тұла. Түркия мемлекетінің Турквижн серлевалы Зиманеви эстрада ерлар конкурсы Қазақстанда Экспо 2017 халқара сергі черчевесінде кечежек. Турквидене ел кечірілген Зиманеви эстрада ерлар конкурсы мұнда эм Түркия мемлекетлерде регионлар, эмде башқа мемлекетлер ве регионлар иштирак ете біле. Тек иштиракшы Түркия миллет векілі олмалы. Ақмешжет Сантрач мектебінде турнир олып кечті. Тедбірде ветеранлар тақымы Милли гвардия тақымы еле ойын кечірділер. 12 ойыншы ең күшлі Сантрач ойыншысы унваныны оғырында көрештілер. Оларының арасында эм авескерлар, эмде мутихасыслар олды. Ярыш насыл кечкенini бізі мұхберіміз Мухаммед Зекиряев біле. Бу ярышта тешкилячылар 2 hafta devamında hazırlık gördüler. Sergey Belashev dama oyunu boyunca çempiyonu. O Milli Gvardiya takımının tarafında oynay. Turnirge 2 ay hazırlandı. Ama bu sefer o galibi kazanıp olamadı. Sergey bildirdi ki Santraç bu pek meraklı ve kıyın spor çeşidi. O mantıklı ve fikir Yursetulevni inkişaf etmege yardım etti. Интересная игра, просто времени как бы вот еще. Bu oyun pek meraklı ve kıyın. Ama men daha yaxşı hazırlanıp olamadım. Bu oyunga da alışmak gerek. Bu yarışta pek yaxşı ve profesyonel oyuncular geldi. Rustem Emirov bu yarışının teşkilatçısı. Bugün o bu yarışta iştirak etmege karar aldı. Rustem Bey veteran takımının vekili. O başlangıç Santraç oyuncularga oyun mükafatsız yükünlenmege diqqat ayırmamaga, her vakit tek oge ımtılmaga ve koygan maksatlarga erişmege tavsiye etti. 2 hafta öyle fikir geldi. Onlar da kol tuttular, bizimkiler de kol tuttular. Öyle kadar çıkardık. Yapan bir maç. Çünkü bu cuma takımı, onların cuma takımı hazırlığına Moskva'ya varıp oynayacaklar. Çünkü onlar için trenirovочный maç olacak. Rakipler yarışta 2 partiya oynadılar. Her partiya 20 dakika devam etti. Neticede veteranlar takımı galip çıktı. Ravil Genyatov veteran takımının oyuncusu. O Santraç'ın 20 yıl uğraşı. Bu sefer o öz rakibini yendi. O haytetti ki bu beklenmegen galibi oldu. Onun rakibi pek güçlü ve tecrübeliydi. Уровень сегодняшней партии. Bugünkü partiya pek yaxşı ve meraklı geçti. Ama benim rakibim daha hazırlanmak gerek. Son o menden oynayacak. Ben bellesem biz bu oyun başında daha konuşuruz. Bizim yaş neslimizin isteği var. İştirakçılar yarışlarının mükafatlandılar. Teşkilatçılar hayteteler ki böyle gibi yarışlarının ötkerilmesi gün-günden daha ziyade iştirakçılarını celp etti. Yaş neslinin bu spor çeşidine merakı hep artmakta ve bu elbette kuvandırı. Muhammed Zikiriyev, Akim Bekirov, Millet üçün. Bu elelikten bizim yayınımız sonuna etti. Olup geçken vakalar hakkında daima haberdar olunuz ve növbеттeki haberler informasyon programmasının Rus tilindeki çıkışını saat 20:30'da kaçırmanız. Biz ile olunuz. Sağlıkla kalınız.